Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі 85-ші сабақ бөлімі атақты тұлғалар. Сабақтың тақырыбы етістік туралы білетінімізді еске түсірейік. Сабағымыздың мақсаты сөйлемнен сөз табы, етістікті табу. Мәтіннің тақырыбымен берілген сурет бойынша мазмұнын болжау. Оқыған, тыңдаған мәтін бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құру, мазмұнын жазу. Балалар, оқулықтағы 7-ші жаттығуға қараймыз. Керекті сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап бер. 1. Динаның ұстазы кім? 2. Құрманғазы кім? 3. Домбырашы болу үшін не істеу керек? 4. Құрманғазының ақыл-кеңестері Динаға қалай әсер етті? Керекті сөздер астында берілген. 8-ші жаттығуға қараймыз. Көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Күйші күй тартады, жыршы жыр айтады, ақын өлең жазады. Дәрігерлер ауруларды емдейді. Қалған 2 сөзді өзіміз жазамыз. 9-ші жаттығуға қараймыз балалар. Көп нүктенің орнына дара етістіктерді тауып жаз. Күрделі етістіктер келе жатыр, келе бастады. Дара етістік келді. Күрделі етістіктерді қатыстырып, сөйлем құрап, ары қарай жазамыз. Келесі балалар 10-ші жаттығуға қараймыз. Суретке қарап, мәтіннің тақырыбын болжа. Суретте күйші атамыз Құрманғазы Дина апамызға күй үйретуде. Мәтінге ат қой. Келесі беттегі жоспарды толықтыр. 1. Дина мен Құрманғазының танысуы. Ары қарай жоспар құрып жалғастырып жазамыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа көп рахмет.